Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай ерекше дәмді болатын пицца дайындаймыз. Бұл өте жеңіл, тез, 5 минутта дайын болады. Шынымен де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті лаваш, сыр, колбаса, помидор және 1 қасық майонез, 1 қасық томат. Жақсылап араластырып аламыз. Томаттың орнына кетчуп қолдансаңыздар болады. Салмасына да өздеріңіз қалаған заттарды салып жесеңіздер болады. Сковородкаға осындай лавашымызды саламыз. Менде домалақ лаваш. Егер сіздерде 4 бұрышты болса, онда духовкаға пісіріп алсаңыздар болады. Бірақ достар, сковородкада пісірген пицца все равно басқаша болып шығады. Сочный шығады. Бірінші лавашымызға осындай сырымызды салып аламыз. Екіншісіне бірінші соусымызды жағып, одан кейін салмасын салып шығамыз. Менде колбаса мен помидор. Жай отта 5-10 минут. Жай отта, яғни сыр толық еріп біткенше қарап отырамыз. Күйдіріп алмаңыздар. Табаны мен майлаған жоқпын, астын менде жаңағындай ақырын отта пісірсеңіздер, асты жағы күймейді. Кәдімгі пиццаны да ерекше болып шығады достар. Шынымен дәл осы рецептті пайдаланып жасап көріңіздер. Үстіңгі бетіне осындай сырымызды себеміз. Пиццада сыр молынан болса, дәмді шығады. Все, достар, пиццамыз дайын. Енді тек сырдың ерігенше жаңағындай отқа қойып дайындап аламыз. Ас болсын. Бұл өте дәмді болып шығады шынымен. Тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.